Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Жайлау қазақ YouTube арнасына қош келдіңіздер. Я өздеріңіз байқап отырғандай, мен тегімді қазақ деп ауыстырып арнаның атына қойып отырмын. Оның себебі қазаққа қатысты, қазаққа керек, қазақ үшін құнды мәселелер төңірегінде сөз қозғайын ба деген бұрыннан бір көкейде жүрген идея еді. Енді қазақтың ұлттық құндылықтары, өнері, дәстүрі, ең негізгісі тілі, кәсібі, қазаққа керек, қазақ үшін маңызды, қазаққа қатысты болса болды, осы тақырыптардың барлығына әңгімеге арқау етем ба деген идея бұл. Енді ең негізгісі біздің ұлттың тәуелсіздігіне де, ұлт ретінде қалыптасып тұруына да, елдігін сақтауға да ең маңызды мәселе бұл жерде тіл мәселесі. Бүгінгі күні өздеріңіз білесіздер, қазақ тілінің мәселесі өте өзекті болып тұр. Басқа ұлттарды немесе қазақ тілін білмейтіндердің әңгімесін қоя тұрып, осы қазақша білем, қазақша тек қана жалғыз қазақ тілінде сөйлеп жүрген адамдардың қазақшасының өзі қазір өзгеріп кетті. Күнделікті әдеби ғылыми тілді айтпағанда, күнделікті ауызекі тіліміздің өзі өзгеріске ұшырап түсініксіз болып бара жатыр. Себебі қазақтың бұрынғы сөздерін тура мағынасында айтылып кетті. Көп мақал-мәтелдерде мағынасы, негізгі мағынасы түсінілмегендіктен орынсыз қолданып жүр. Енді бұны жастар, КВН сахнасындағы немесе осы сахнадағы әнші, танымал жанрдағы әншілер тағысындағы оларға айтпағанда, мұны үкіметтік телеарналардағы, Қазақстан немесе Хабар телеарнасындағы жүргізушілер, журналистердің өзінің тілі өте көп қателікке ұшырап, көп бұрмаланып, түсініксіз болып бара жатыр. 2021 жылы тіл саласындағы ғалымдардың осы тек журналистердің тіліндегі кеткен қателіктердің өзінен 3,5 қате қолданыстағы сөздер тауып сараптаған. Енді өзіңіз байқап отырсыз, бұл енді тіл саласын біледі деген адамдардың өзі осылай болса, енді басқа халықтан, жай жастардан ештеңе сұрамай-ақ қойса да болады. Осы бағытта мен көптен бері ойланып жүрген бір ойларым бар еді. Мен енді Facebook желісіне негізінен осы тіл жанашыры ретінде белсенділікті бастап көрген едім. Ол жерде қоғамдық, әлеуметтік, саяси, түрлі экономикалық, басқа да бір қылмыстық жағдайларға байланысты мен басқа өткір тақырыптарға пост жазып кеттім де осы рухани бағыттағы өзімнің негізгі ұстанымдарымнан ол жерде айырылып қалдым, былайша айтқанда. Өзімнің бір кезде сол тіл жанашыры болып бастағанымды ұмытып та қалдым. Сондықтан мен осы YouTube желісінде осы негізінен осы құнды рухани тақырыптарды қозғайтын осы парақшаны бөлек ашуға тоқталып отырмын. Мысалы, біздер мектеп оқыдық, студент болдық, мектеп жасында енді кеңес үкіметінің құрамында болдық. Бір сарын сол баяғы дыбара тілде сөйлей беретін мұғалімдеріміз. Енді егемендік алдық. 2000 жылдың басында мен елге оралғанда мектептерге кірдім, мұғалімдермен бардым, түрлі шараларға араластым. Сол кезде байқағаным, бізді оқытқан мұғалімдердің біразы жұмыс істеп жүр, бірақ ешқандай өзгеріске ұшырамаған екен. Мектептің идеологиясы, жеке мұғалімдердің идеологиясы, соны байқадым. Және мен тәлім берген мұғалімдердің көбісіне айттым сол жағдайды, әңгіме екі бара. Бізді оқытқан кездегіден ешқандай өзгермеген екенсіздер. Сол біздің кезіміздегі дүбара, сол аралас тіл, қойыртпақ тіл әлі жүр екен деген әңгіме қозғаған болатын. Оған әрине мұғалімдер мардымды жауап берген жоқ, мүмкін жақтырмағандар да болған шығар. Бірақ екі бара болмаса да бұл тақырыптың дұрыс екенін, маңызды екенін, бұл туралы мүлдем өздерінің ойламағандарына дейін мойындағандар болды. Енді линейка, тряпка, туалет деп солай айта беретін еді ғой біздер. Енді біздер егемендік алдық 91 жылы, сіздер оны білесіздер ма? Біздер өз алдына ұлттық мемлекет құрдық. Енді сол күннен бастап біздің ұлттық идеологиямыз іске қосылу керек еді ғой деген әңгімелер болды әрине. Бірақ бізде өкінішке орай адамдар, мұғалімдер де, барлық саладағы адамдар идеологияны жоғарыдан күтеді, өкінішке орай. Ол белгілі бір бағдарламамен, белгілі бір бұйрықпен келу керек. Өз әркім өзінің отырған жерінде, өзіндік отбасында, өзінің жұмысында осы ұлттық идеологияны жүргізбейді. Сол өкінішті жағдай. Бірақ
сол кезде де мықты ұстаздар болды, тіл тазалығына мән беретін. Кіріспесі осы кіріспес деп атағанмен де мен сол өзімнің алдын көрген мықты ұстаздарымның осы тілге қатысты бір болған оқиғасымен естелігімен бөліскім келіп отыр. Мысалы 1982 жылы мен 2 класстың оқушысымын. Мектептің жанындағы интернатта оқып тәрбиелендік. Сол кезде Тасым Жанұзақов деген үлкен ұстаз болды. Соғыс ардагері, қарт ұстаз. Ұстаздардың ұстаз деп жүрген, менің өзіме сабақ берген қарт ұстаздардың ұстазы болған кісі. Үлкен жасы егде тартқан, зейнет жасында болса да, сол интернетқа келіп, балдарды аралап сөйлесіп келіп тұратын әдеті бар еді ол кісінің. Бір күні сол келді жатақханамызға, бәріміз ол кісіден бақсамыз, қорқамыз десе де болады, жаңағыдай өте бір қатал, сондай талапшыл кісі болатын. Содан бөлмеге кіріп, қолында таяғы бар үлкен кісі. Жаңағы бір жас үлкен балдар болса керек, орындық бергісі келіп, ағайға орындық отырасыз ба дегендей ишара білдіріп, стол қояйын ба деп айтып қалды. Сол кезде ана Тасым ағайымыз өте қатты ашуланды. Стол емес ол, стол деп, нан айтады деп біздің жаңағы сабаққа дайындалатын сол бөлмеміздегі столды жұдырығымен ұрды, тарсылдатып, өте қатты ұрды. Біздер қорқып кеттік. Сосын айтты, егер де орысшаң жарып бара жатса, стулья деп айт деп айқайлады. Өте қатты айқайлап сөйледі. Стулья деді. Ал бұны қазақтар орындық деп айтады деп өте қатты ескерту жасады. Біздер енді шет жағында отырмыз, кішкентай баламыз. Сол мен қатты есімде қалды. Сол міне енді 40 жыл болды ғой енді. Мен содан бері сол орындықты стол деп айтпаппын еш жерде. Және осы тіл тазалығына, қазақшылыққа мән беруге осындай, әсіресе сол Тасым ағайдан мен болған сол оқиға әсер етті деген менде ой бар, осы ойлаймын. Жұрт көпшілік не айтса соны айта бермей, әр нәрсеге оймен қарап, әр нәрсеге шығармашылық көзқараспен қарап, сұрақ қойып, саралап, ойлы көзбен қарайтындай бір адамның санасына сілкініс жасайтындай сол бір кездесу сондай есте қалды әлі күнге дейін. Енді қазіргі кезде енді тәуелсіздік алғанымыздың өзіне 30 жыл болса да әлі ешқандай өзгеріс жоқ. Оның үстіне ақпараттық технологияның дамуына, қалта телефондардың смартқа айналуына байланысты ақпарат кім көрінгеннің аузынан тарап, ешқандай редакциядан өтпей, жастар болсын, журналистер болсын, беталдығыла сапасыз ақпарат, сапасыз тіл тарауына байланысты бұл біздің тіліміз жөнделудің орнына керісінше одан әрмен бұзылып бара жатыр. Негізінен мен енді осы каналды қолға алуымның себебі осы. Осыған бір қандай да бір атсалысу, ұлтқа бір өзіндік миссиямызды іздеген болып. Әрине бұл жерде тілмен ғана бір тақырыпты ғана ұстанып қала алмаймыз. Ұлттың басқа салт дәстүрі, ырым-тыйымы, әдебі, ұлттың қолөнері, мен өзім негізінен ұлттық қолөнершімін. Негізгі білім бойынша састырмай жасаудың технологиясымен де осы желіде бөлісетін боламын. Бірақ қазіргі таңда мен әуесқой фотографпын, республикалық фотоөнер қауымдастығының мүшесімін. Осы салада да бір қызықты жаңалықтармен, болмаса пайдалы білімдермен осы арнада бөлісіп отырамын деп ойлаймын. Және де біздер отбасымызда 1996 жылдан бері қазақтың қара сабынын қайнатумен айналысамыз. Қазақтың сақар деп атайтын сабынның да технологиясын егжей-тегжейлі шөбін шабудан бастап, сол дайындауына дейін түсіріп көрсететін боламын бұйыртса жаз күз айларында. Енді бәрін қазір не түсіріп не қоятынымды айтып шығу мүмкін емес. Дер кезінде бір қызықты, қазаққа пайдасы тиетіндей кәсіптермен кездесіп қалып жатсам, айналысып қалып жатсам, ұлттық руханиятына қызмет жасап жүрген
ел ағаларымен сұхбаттасып қалып жатсам, осы тақырыптар төңірегінде пайдасы тиетіндей жайттардың барлығын салып отырамын. Әрине, қазіргі таңда Сағыз ауылындағы жастардың мәселесі өте күрделі болып тұрғанда жасырын емес. Енді руханият бағытында тақырыптарды қозғағаннан кейін жастардың тәрбиесінен де мен айналып кете алмаспын сірә. Бұл жерде де қарап саралап, не болып тұр, қайдан болып тұр, қай жерден қателік кетіп тұр жастардың тәрбиесінің. Енді жастар деуге де келмейді, бір жағынан ауылды 40-қа келген әлгі 40-тағы қоңыраулы, 30-дағы омыраулы ақсақалдар, былайынша айтқанда, әлі төбелесін тоқтата алмай жүрген. Жаңағы көшедегі орнын кейінгі жастарға бергісі келмей жүрген. Бізде де енді қазақ елінде сондай індет болып тұр ғой, орнын бермейді деген. Сол жоғарыдан жұқты ма? Бір жағынан енді ол неге біздің жастар сондай тексіздікке ұрынды? Неге ұлттық тәрбиенің діңгегінен айырылды? Әрине, бұл төңіректе де біраз сұрақтар болады. Мүмкін жастардың өздерімен кездесудің бейнетаспасы бола ма? Мен енді осы ағыздың ортасында тұрып жатқаннан кейін бұл тақырыпты да қамтып өтемін деп ойлаймын. Баршаларыңызға осы Жайлау Қазақ YouTube арнасына жазылуға шақырамын. Себебі жақсы, өте актуалды, қазаққа керек мәселелерден құр қалып қалмаңыздар. Амандық, саушылықта, кездескенше.